Сәлем баршаңызға достар. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер достар. Бүгін сіздерге қиярдың адам ағзасына пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Қиярдың құрамында магний, калий, биотин, А және бір витаминдері бар. Олар тері мен шашты ылғалмен қамтамасыз етуге, созылғыштық беруге, қоршаған ортаның жағымсыз әсерлерінен қорғауға көмектеседі. Қиярдың шырынында теріні қалпына келтіре алатын, пигменттенуді азайта алатын заттар бар. Қиярдың пайдасы. Қиярды бүкіл әлем жейді, Иранда оны десерт ретінде де қолданады. Қиярдың пайдасын және оны кімдерге жеу керектігін айтамыз. Қияр құрамының негізін су құрайды. Сонымен қатар бұл көкөністе А, С, Е, дәрумендері мен кальций, фосфор, магний, темір, натрий, хром, хлор, марганец, никель, кремний және калий минералдары бар. Қиярды кімдер жеу керек? Оның құрамы үйлесімді және құрамында ағзаға қажетті жасындық болғандықтан барлық адамға жеу ұсынылады. Бірақ әсіресе ол мына адамдар тобына пайдалы: қалқанша безі ауруы бар адамдар, ісікке бейімді адамдар, жүрек қан тамырлар аурулары бар адамдар, семіздікке бейімді адамдар. Қиярды бүкіл әлем жейді, Иранда оны десерт ретінде қолданады. Қияр құрамының негізін су құрайды. Сонымен қатар бұл көкөністе А, С, Е, дәрумендері мен кальций, фосфор, магний, темір, натрий, хром, хлор, марганец, никель, кремний және калий минералдары бар. Қиярды кімдер жеу керек? Оның құрамы үйлесімді және құрамында ағзаға қажетті жасындық болғандықтан барлық адамға жеу ұсынылады. Бірақ әсіресе ол мына адамдар тобына пайдалы: қалқанша безі ауруы бар адамдар, ісікке бейімді адамдар, жүрек қан тамырлар аурулары бар адамдар, семіздікке бейімді адамдар. Тұздалған және маринатталған қияр пайдалы ма? Егер тұздалған және маринатталған қиярды мөлшермен жесе, оның зияны жоқ. Алайда мұндай өнімде тұз, дәмдеуіш және қышқыл өте көп болатындықтан ішектер ауруы бар адамдарға жеу ұсынылмайды. Дүкеннің маринатталған қиярының құрамын сыртына қарап нақты білу мүмкін емес. Сондықтан оны өзіңіз үйден дайындаған жөн. Қарапайым қиярды барлық адамға жеуге бола ма? Қиярды асқазанда жоғары қышқылдылығы бар, асқазан және 12 елі ішек жарасы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Кей адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру, теріге бөртпе шығу секілді белгілерді байқасаңыз, ол аллергия болуы әбден мүмкін. Қиярды қалай таңдау керек? Қатты әрі орташа қиярға мән беріңіз. Қиярдың құйрығына қараңыз. Ол серпінді болу керек. Егер қиярдың түк дәні болмаса, онда көптеген зиянды заттар бар болуы мүмкін. Сары дақтар да нитраттың көп мөлшерін білдіреді. Химикаттардың көп мөлшері қиярдың қабығына және екі ұшына жиналады. Сондықтан оның қабығын ашып, екі ұшын кесіп тастаған жөн. Әрине, егер қиярды бақшада өзіңіз өсірсеңіз, онда қабығымен жеген пайдалы ақ қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Қиярдың пайдалары: ағзадағы улы, керексіз заттарды шығарады, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартыронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу, кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ, көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамырмен диабетик қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілімі таңдайдың арасына 30 секундқа қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады.
Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып, бөлмеге қойылады. Басқа да аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады. Шұңғылша, раковина мен айналарды тазалау үшін бір тіліммен ысқылауға болады. Құрт-құмырсқаға қарсы бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағаз, фольдыраққа қою керек. Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.